Абай жолы роман-эпопеясы 5 бөлімнің соңы. Тағы бір күндер мамыр еңліктей қыздардың қайғыларын да айтып берді. Абай қажымай, жалықпай, ылғи ғана ынтыға тыңдайтын. Кейде әжесі шаршап, айтпай қойса, өз шешесіне жабысатын. Ұлжан да көп әңгіме білуші еді. Және ол көбінесе өлеңді сөзді жиі айтады. Оқымаған шешесінің әлі күнге ұмытпай, білдірмей, сақтап жүрген зейініне таң қалады. Нелер ескі заман жырларын, айтыс, өсиет, әзілдерін де көп айтып береді. Екі анасын көңілдендіріп, тағы айтқызу үшін кейде өзі қаладан әкелген кітаптарының ішінен Жүсіп Зылиқа сияқты қиссаларды оқып береді. Әндетіп, мақамдап қояды. Шешелеріне ұғымсыз болған түрік тілінің жеке сөздерін жолшыбай қазақшалап отырады. Осымен қайта көңілдерін алып, ескі әңгімелерді тағы айтқызады. Зере ел шабысын әңгіме еткенде, сол істердің бәрін ел басына әлек салған, ұлардай шулатқан кесел күнде айтатын. Кішкентай күннен ертек әңгімені көп сүйетін бала осы жазда тіпті көп естіп, көп біліп алған сияқты. Сондай шеше әңгімелеріне бар бейілін беріп жүрген күндердің бірінде бұл үйге екі бөгде қонақ келіп қонды. Бірі қартаң, бірі жас қонақ. Жасын Абай біледі. Таныған жерде қуанып кетті. Ол былтыр жайлауға келіп, осы үйде 3 күндей жатып, қозы көрпеш баянды жырлап берген Байкөкше деген жыршы. Қасындағы қартаң кісіні Абай өзі білмегенмен, шешесі әбден таниды екен. Қонақтармен жай сұрасып, амандасып болған соң, Ұлжан Абайға қарап жымиып: "Ал балам, әжеңмен екеумізді қажай беруші едің, әңгіме жырдың дүкені міне жаңа келді. Мына кісі Барлас деген ақын", деді. Шоқшалау ғана ақ сақалы бар, келбетті келген, зор дауысты ақ сары кісі Барлас Абайға салғаннан ұнады. Білген ішіне бүгіп, үндемей отырған өзге үлкендерді емес. Барлас іле сөйлеп кететін жарқылдақ, ашық, осы үйде талай күннен жатып жүрген ауыл адамы сияқты. Балам, шешеннің судай төгілген, тыңдаушың бордай егілген" дегендей, сөйлеуді де, тыңдауды да сүйген ел дағы. "Тыңдауға өзің жалықпасаң, айтуға Байкөкше жалықпас", деп жас жолдасына қарап күліп қойды. Жайлауға келіп қонғалы бөгде қонақтар келгіш еді. Барлас сыбан болатын. Жайлауға қоныстары жақындаған соң, жылдағы дағдысы бойынша осы ауылдарға амандаса келген екен. Жолшыбай мамай ішінен Байкөкше қосылыпты. Ол Барластың ақын шәкірті. Жылда осылайша қасына еріп, бірнеше айларды бірге өткізуші еді. Үй іші тегіс қош алған соң, екі ақын да оңай шешілді. Осы түнде ас піскенге шейін Барлас Қобыланды батыр жырын жырлады. Абайдың қазақ аузынан да, кітап ішінен де өмірі естіп білмеген ең бір сұлу, ең бір әсерлі, күшті жыры осы еді. Барлас жырын бітіріп, қол жуғалы қамданған уақытта Абай: "Мұны айтқан кім? Осы өлеңді шығарған кім екен?" деп бағанадан бері өзін сүйсіндірген ақынның атын білмек еді. "Әріден келе жатқан деседі-ау балам бұның түбін. Бірақ осы дәл әлгіндей ғып айтқан кіші жүз Марабай деген ақын деуші еді Жанекең", деді. Жанекесі Жанақ еді. Қобыландының қоштасқаны, Тайбурылдың шабысы, Қазан мен Қобыландының жекпе-жегі Абайды әсіресе еліткендей болатын. Жатқанда көпке дейін алағызып ұйықтай алмады. Ертеңіне Ұлжан Барлас пен Байкөкшені жібермеді. "Жүрмеңдер, асықпай әлі біраз күн қонақ боп жатып кетіңдер", деді. Бұл Абайдың тілегі. Абай бұрын тағылым, үлгі кітапта, білім, өнер медреседе ғана деп түсінетін. Оған дастан шебері Низами, Науаи, Физулиде, мұң нәзігі Шайх Сағди, Хожа Хафизде, батыр жыры Фердоусиде көрінетін. Қазақта нелер баян көрпеш, талай ақбала боздақтар барын анық білмеуші еді. Тілі ұғымды, өмірі таныс болғаннан ба, немесе Барлас пен Байкөкшенің кезектеп айтқан жырларының кейде шырқаған, кейде қалқып баяулаған, кейде лекітіп соқтырып, еске кете желген әннен бе? Бебеу қаққан қоңыр, майда баяу домбырадан ба?
Қалай болса, абай бұл күнге шейін өмірінде дәл осы барлас Байкөкше баян еткен дастан жырларға барабар еш нәрсе естпеген сияқты болды. Күндіз де, түнде де барластардың қасынан шықпайды. Екі ақын Ұлжан үйін барлық осы үлкен ауылға қан базардай қалың жиын үй ғып жіберді. Бие байлап болғаннан кейін түске жақын ауыл қымызға жиылады. Қыза отырып жыр тыңдайды. Күндізгі ылғи ұзақ жырлар жырланады. Немесе әредікте шешендер, ділмарлар айтқан тақпақ, тартыс, билік, даулар айтылады. Ал ел айығып оңаша қалғанда барлас өз жырларына Асан қайғы, Бұқар жырау, Марабай мен Жанақ, Шортанбай, Шөже, Сыбанбай, Балта, Алпыс ақын бәрін қоса өзі құрбы өзге ақындар айтқан жырларды термелеп кетеді. Бұлардың ішінен заман зарын, көп мұңын шертетін сөздерді әсіресе бөліп айтады. Барлас біреуді мақтап, біреуден сұрап жырлайтын ақын емес. Абай мен шешелерінің кешкі уақытта тыңдаған жырларының көбі барластың өзі сүйген құлақ күйі сияқты термелері болады. Мұндай кезде барлас абайға күндізгі барластан тіпті басқа боп көрінеді. Қызықты, қызуды, қыздырманы ғана айтатын күлкішіл, сауықшыл барлас емес. Кешкі кездерде ол бір үлкен өсиетші, кейде шерлі қарт сияқтанады. Сондай кездерде өзінің де ішін ашып, құлағың сал жырыма, ойлана қара сырыма, шат-шадыман емеспін, құрығландай жортқанмен, құбылтып күй тартқанмен, қайғыдан барлас құрыма, деп өз жайын термелеп кетеді. Қайғысы не? Деп абай кейде шешесінен сұрайды. Әйтеуір үлкен қасиеті болымсызды дардай ғып мақтай беретін әдет жоқ екен. Ел ақтаған ақын емес қой, сөзін ұғып ал осының, деп қоюшы еді Ұлжан. Тыңдай келе абай барластан тағы бір соны сөздер есітті. Ол осы заманның ұлығы мен биігін айтқан, сынап мінеп айтқан сөздер. Бір терменің ішінде барлас: аға сұлтан ұлық бар, елге мәлім қылықтар. Өл дегенде өлмесең, жүр дегенде жүрмесең, малы құрым құрықтар, кісен салып құлыптар, деп бір кетті. Абай әкесінің үйде жоғын еске алып, келмей-ақ қоя тұрса екен, қыдыра түссе екен деуші еді. Шынында да барластар келгелі Құнанбай бұл үйіне кеп қонған емес. Ол бір топ үлкендермен ел аралап, жолаушылап кеткен. Ұлжанның барласты жібермегені де сол. Ақын мен әнші Құнанбай жоқта болмаса, мұның ауылына онша үйір боп бой жазып жата алмайтын. Барлас ұлық пен бек дегенде кімді айтады? Онысын ашпайды. Бірақ абай оның мұндай жырларын ылғи өзінше ұғады. Мысалдың көбін жақыннан іздейді. Бірақ бұл бала да сырын, ойын ешкімге ашпайды. Старшын дейтін әкім бар, пайдасын көрер жақындар. Қалың елі тек жемі, боранды күнді тиіскен, аш қасқырдай тақымдар. Бұл старшын майбасар деп ойлайды абай. Жарлы зарлы демейді, кеңінен ашып көмейді. Түгіменен түйісін жұдам десе қай сорлы, қалтқы болып бөгейді. Соны көріп ақынның аса түсіп ағыда ажымы да көбейді. Деп аһ ұрғандай боп кеткенде абай барластың қайғысын да танығандай болады. Ел ұйтқысы шайқалды дейді. Бұрын абайдың естімеген зар шер сияқты. Бет түсі айқын болмаса да, әр заманда, әр жерде күңіреніп, қайғы шеруін тартып жатқан кәрі әжесі сияқты көп жасаған, көп қайғыны көрген үлкен бір шері бар. Ол кім? Дәлін, барын абай біле алмайды. Бірақ сол саналы қайғының ішінде әжесі мен анасы бар болса да, дәл өзінің әкесі Құнанбайдың, аға сұлтанның жоқ екенін аңғарды. Оның аузынан мұрат мақсатын таратып айтқанын сезді, естімеді, естісем деп ынтыққан жоқ. Осы жолы абай әрі өзі ысылдап, әрі шешесі арқылы салмақ салып, Барлас пен Байкөкшені дәл бір айдай жібермеді. Бұл уақыттарда жас бала Барлас Байкөкшемен бір жоғата дос, жақын боп қалды. Бертін келе түнде ол Барластың қойнына кіріп те жатады. Күндіз барынша күтеді. Мұның ұғымтал зеректігіне қатты ырза боп, шын сүйсінген Барлас бір оңашада жай ғана тақпақтап: шырағым, ер жетерсің, ер жетсең сірә не етерсің?
алысқа шырқап кетерсің, шындасаң шыңға жетерсің, деп кеп абайға домбыраны ұсынды. Міне балам, осы менің батам болсын, тіпті шынымен мейірім түсіп айтқызып отыр, деді. Абай ыңғайсызданып қысылды да үндемеді. Бұл барластар ертең жүреді деген түнде ас алдында болған сөз еді. Ертеңінде ақындар аттарын ерттеп жүрерге тақағанда Абай шешесін тысқа шығарып алып: «Апа, екеуіне де жақсы қып тұрып сый беріп аттандыршы», деді. Ұлжан үндеген жоқ. Қонақтар қымыз ішіп болып, енді қоштасарға келгенде Ұлжан барласқа қарап бір сөз айтатындай пішін білдірді. Қонақтар іркіліп қалған еді. «Мынау балам оқудан қайтқалы сүле науқас боп арыла алмай қойып еді. Сендер келгелі жақсы сөздеріңмен ем әкелгендей болдыңдар. Қадамы құтты қонақ болдыңдар», деді. Абай шынында да дәл осы кезде өзін өзі бас сырқаттан құлан таза боп арылғандай, нық бір қайрат жиып алғандай сезді. Шешесі үндемесе де, ашып айтпаса да, білгіш, танығыш, сыншы сияқты көрінді. Ол бөгелсе де сөзін бітірген жоқты. «Тағы да келе жүріңдер. Анау кәрі әжесімен бізді көп сейілттіңдер. Жолдарың болсын. Келген сапарларыңа тыста бір азырақ ырым байлаттым. Ала кетіңдер. Риза, қош боп аттаныңдар», деді. Абай тысқа шығып, барластарды аттандырып жатып, енді көрді. Осы үйдің екі жылқышысы Беркімбай мен Жарқын барласқа арнап бір семіз көк атты, Байкөкшеге арнап бір торы құнанды ноқталап ұстап тұр екен. Екі ақын екеуін жетекке алып, тағы да қош-қош айтып жүріп кетті. Абай шешесіне дән ырза боп қуанып кеп, бұрынғы бір кішкентай күніндегі еркелігіне басты. Ұлжанның мол денесін қапсыра құшақтап, қатты қысып, бетінен, мұрнынан, көзінен қайта-қайта сүйді. Қайтқанда тарауының соңы.